Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін сіздермен қашықтықтан оқыту кезінде виртуалды зертхана симуляторларын қолдану тәжірибеммен бөліспекпін. Теориядан гөрі тәжірибені көбірек талап ететін пәннің бірі ол әрине химия. Қашықтықтан білім берудегі проблемалардың бірі көбінесе практикалық жұмыстарды жүргізудегі қиындықтар еді. Қашықтықтан оқыту жағдайында түрлі тиімді тәсілдерді қолдана отырып, вебинарлардан алған білімдерімізге сүйене отырып, практикалық жұмыстарды жүргізуге тырыстық. Сонымен қатар, бұл мәселенің шешімін табуда виртуалды зертханаларды қолданудың да тиімді екендігін түсіндім. Виртуалды зертхана симуляторлары күрделі ғылыми құбылыстар мен заңдылықтарды түсіндіруде оңтайлы көмекші болып табылады. Виртуалды зертхананың артықшылықтарына келетін болсам, виртуалды зертхана оқушыларды ынталандырады және олардың білімдерін бір жүйеге келтіреді. Күрделі ұғымдар мен ғылыми құбылыстар қарапайым тілде түсіндіріледі. Кешен оқушыға өз бетінше, сондай-ақ мұғаліммен бірге тәжірибе жасауға мүмкіндік береді. Ал ең бастысы, қашықтықтан оқыту жағдайында қолдануда тиімді. Білімлен және басқа да сайттардан виртуалды зертхана симуляторларын және жаттықтыру кешендерін барлық ұстаздардың да қолданатындығы сөзсіз. Білімлен симуляторларының есептеулері нақты болғандықтан, мен де өз сабақтарымда қолдандым және іс-әрекеттегі зерттеу тақырыбымен ұштастырдым. Менің өздеріңізбен бөліскелі отырған тәжірибемде виртуалды зертхана симуляторларына зерттеу тақырыбымен ұштастырып, тапсырмалар құрастыруымда болып отыр. Зерттеу тақырыбым химия сабақтарында тұтас емес мәтіндерді, яғни кесте, сызба, графиктерді интерпретациялау арқылы оқушылардың оқу сауаттылығын дамыту болғандықтан, әр симуляторға зерттеу тақырыбыма сәйкес тапсырмалар дайындап, үй тапсырмасы ретінде беріп отырдым. Негізінен бұл жұмыс 3-ші оқу тоқсанында басталған болатын. Ал қашықтықтан оқыту кезінде өз тиімділігін көрсетіп, оң нәтижесін берді. Мысалы, 8-ші сыныпта химиялық тепе-теңдіктің ығысу бағытын Ле Шателе принципіне сай болжау оқу мақсаты бойынша өткізілген тақырыпқа төмендегі тапсырма құрастырылды. Аммиак синтезі мысалында химиялық тепе-теңдіктің ығысуы, Ле Шателе принципі. Виртуалды зертханадағы осы симуляторда оқушылар үй тапсырмасы ретінде қарастырады. Химиялық тепе-теңдікке әсер ететін факторларды өзгерте отырып, реакцияны жүргізеді. Реакция барысында тепе-теңдіктің солға немесе оңға жылжығандығын анықтайды және графиктегі өзгерістерге назар аударады. Содан кейін барып, осы симуляторлар бойынша берілген үй тапсырмасын орындауға кіріседі. Бұл жерде оқушы өзі қарастырып шыққан виртуалды зертхана симуляторындағы тепе-теңдік күйдің орнығу жылдамдығының графигі және осы графикке арналған тапсырма берілген. Оқушы алдымен тапсырмалармен танысып, дескрипторларға зер салады. Осылайша оқушы тұтас емес мәтіндерді интерпретациялап және академиялық сөздерді қолдана отырып тапсырмаларды орындайды және мұғалімнен кері байланыс алу үшін қайта жүктейді. Сонымен, виртуалды зертхана симуляторларындағы тұтас емес мәтін түрлеріне құрастырылған тапсырмалардың тиімділігіне келетін болсақ, тұтас емес мәтін түрінде берілген тапсырмадағы ақпаратты оқушылардың түсінуі және түсіндіре білуі. Тұтас емес мәтіндегі деректерді қолдана отырып, академиялық сөздер арқылы сұрақтарға жауап бере алуы. Тұтас емес мәтін түріндегі тапсырмаларды орындау барысында виртуалды зертхана симуляторларының естерінде жақсы сақталатындығы. Бұл әрине бір ғана тапсырманың үлгісі. Білімлен сайтынан басқа төмендегі сілтемелерді қолдана отырып, виртуалды зертхана симуляторларына, жаттықтыру кешендеріне, зерттеу тақырыбыма сәйкес тапсырмаларды құрастырдым және алдағы уақытта осы жұмысымды жалғастырмақшымын. Жалпы, қашықтықтан оқыту кезінде оқушылармен осындай бағалау жұмыстарын жүргізу арқылы олардың виртуалды зертхананы, симуляторларды, жаттықтыру кешендерін тиімді пайдаланып, практикалық білімдерінің жетіле түсуіне өз ықпалымды тигіздім деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.